Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Жапар Ботагөз Санатбекқызы. Бүгінгі дәрістің тақырыбы интернет технологиялар негіздері. Дәріс жоспары: интернет желісінің шығу және даму тарихы, екінші интернеттегі базалық хаттамалар және адрестеу, үшінші желілік хаттамалар, төртінші хаттамалардың жұмыс істеу принциптері, бесінші TCP/IP стегінің құрылымы. Интернет дегеніміз не? Интернет ағылшын тілінен интер аралық, нет, нетворк, тор деген мағынаны білдіреді. Интернет компьютерлік желілерді біріктіретін ауқымды желі. Байланыс арналары үш түрге бөлінеді: кабельдік, талшықты оптикалық және спутниктік радио байланыс. Провайдер дегеніміз қарапайым қолданушылардың интернетке шығуын қамтамасыз ететін фирма. Интернетке қосылу механизмі көрсетілген, яғни бізде модем дегеніміз сандық сигналдарды аналогтық сигналдарға немесе аналогтық сигналдарды керісінше сандық сигналдарға айналдыратын құрылғы. Роутер дегеніміз, яғни интернет сервері мен спутниктік немесе талшықты оптикалық байланысу арнасы. Хаб дегеніміз, яғни барлық желілік сегменттерді бір арнаға тоғыстыратын торап болып табылады. Келесі, яғни интернет желісінің шығу және даму тарихы. 1958 жылы ақш-та ARPAның құрылуы, 1960 жылы ARPANET компьютерлік желісінің жобасы құрылған болатын, яғни ол 4 негізде болды. Желінің орталығы жоқ, өміршеңдік. Екінші, жаңа желіні қосқанда оны қайта жасаудың қажеті жоқ. Үшінші, желілерді бір-бірімен арнайы тораптар, шлюздар арқылы байланыстырады. Төртінші, деректерді пакеттеп тасымалдау әдісі. 1968 жылы компьютерден тұратын компьютерлік желінің жаңа типі құрылды. 1972 жылы, яғни желі 50 университет пен лабораторияны біріктірді. Және 1974 жылы TCP/IP ақпаратты тасымалдау протоколы жасап шығарылды. Алғашқы қызмет түрлері, яғни телнет, компьютерді командалық қатарлар режимінде қашықтықтан басқару, FTP, яғни файл трансфер протокол, файлдарды қабылдау мен жеткізу, және электронды пошта, хат, хабар алмасу осы негізгі қызметтік түрлерді атқарды. 1982 жылы, яғни Европалық Unix желісі құрылды, және 1983 жылы желі екі бөлікке бөлінген болатын. Milnet, яғни ақш-тың соғыстағы мақсаттары үшін құрылды бірінші желі, және екінші желі, яғни бұл интернет қоғамдық желі болып табылды. 1984 жылы домендік аттар жүйесі, яғни Domain Name System құрылды. 1989 жылы интернетте 100 мыңнан астам компьютер интернетке іске қосылды. 1991 жылы World Wide Web ойлап шығарылды. Яғни бұл гипертекст түрінде. 1991 жылы ТМД елдері интернетке қосыла бастады. 1994 жылы алғашқы интернет магазиндер қосылды. 2000 жылдары 20 миллионнан астам сайт қарқынды жұмыс істеді. Интернет мүмкіндіктері, яғни World Wide Web, гипермәтіндік құжаттар, электронды почталар, FTP файлдарды тасымалдау протоколдары, форумдар, жаңалықтарға жазылу, іздеу жүйелері, чаттар, нақты мезгілде сөйлесу, интернет телефонды пайдалану, яғни мүмкіндіктері пайда болды. Интернет протоколдары, яғни протокол хаттама деп те аталады. Компьютерлік желілер арасында ақпарат тасымалдауды анықтайтын келісімдер мен ережелер жиынтығы. TCP/IP протоколы, Transmission Control протокол, файл өлшемі 1,5 килобайттан аспайтын пакеттерге бөлінеді. Пакеттер бір-бірінен тәуелсіз түрде жеткізіледі. Үшінші белгіленген жерге жеткізілген соң, осы пакеттер бір файлға жинақталады. IP интернет протокол, яғни пакеттердің ең тиімді қозғалыс маршрутын анықтайды.
Интернет қызметтерінің протоколдары. HTTP, яғни бұл World Wide Web қызметі, FTP қызметі, яғни файл трансфер протокол, SMTP, яғни электронды поштаның хабарламаларын жөнелту, POP3 Post Office протокол, электронды поштаның хабарламаларын қабылдау. Яғни осы жоғарыда көрсетілген хаттамалар TCP/IP жұмысына негізделген. IP адрес, яғни көрсетілген бізде IP адрес, яғни бірінші 4 негізге бөлінген. Бұл яғни 193 дегеніміз, яғни W белгісіндегі бұл яғни желі номері, 162 дегеніміз яғни бұл компьютер номері, 230 дегеніміз ол желілердің саны, 115 дегеніміз яғни қосылған компьютерлердің санын көрсетеді. Домендік адрестер, яғни бұл домен дегеніміз ортақ қасиеті бойынша біріктірілген компьютерлер тобы. Яғни бұл 4 деңгейге бөлінеді. Солдан оңға қарай қарасақ, яғни бірінші деңгейдегі домен, яғни 2 бөлікке бөлінеді. Яғни бұл қай елге қатысты, яғни сайт екенін көруге болады. Яғни 2-ге бөлінеді, географиялық және ұйым түріне байланысты. Мысал келтіретін болсақ, KZ, яғни ол Қазақстанның сайт екенін біле аламыз. Ұйым түрі дегеніміз, яғни ком дегеніміз, яғни коммерциялық ұйымдарға байланысты сайт түрі, EDU дегеніміз білім беру сайт екенін білеміз, GOV дегеніміз, яғни үкіметтік сайт екені, және бизнес дегеніміз, яғни, например, бизнес сайт екенін білеміз. Және инфо дегеніміз ақпараттық сайттар екенін білеміз. Құжаттың интернеттегі адресі URL Uniform Research Locator, яғни бұл құжаттың интернеттегі әмбебап адресі. Яғни HTTP дегеніміз протокол, яғни сайт адресі, яғни www.vasa.ru дегеніміз бұл сайт адресі болып табылады. Images New дегеніміз, яғни бұл каталог, және JPEG форматтағы, яғни бұл файл аты болып табылады. Және төменге назар аударатын болсақ, яғни FTP бұл көрсетілген сайт, яғни бұл FTP сервердегі файл екенін көрсетеді. World Wide Web, яғни деректерді гипермәтіндік түрде тасымалдау қызметі. Гипермәтін дегеніміз, яғни басқа құжаттарға сілтеме жасайтын мәтін болып табылады. Гипермедиа дегеніміз құрамында басқа құжаттарға сілтеме жасайтын мәтін, сурет, дыбыс, видеосы бар құжат. FTP қызметі, яғни файл трансфер протокол, яғни серверден файлдарды алу, екінші файлдарды сонымен қоса веб-сайттарды серверге жүктеу, қол жеткізу құқығы, яғни бұл бірінші логин, яғни пайдаланушының кодталған атымен құпия сөз арқылы қол жеткізе аламыз. FTP арқылы программаларды тарату, яғни freeway тегін программалар, registerway, яғни электронды пошта арқылы тегін тіркелу, shareway, яғни бұл шартты тегін программалар уақыт бойынша шектеу, адамның, яғни бұл мазасын алатын хабарламалар, демо версия, яғни программаның мүмкіндіктерін көрсету, функцияларды шектеу, яғни бета версия дегеніміз коммерциялық программалардың алдын ала шығарылған, яғни нұсқасы, және мақсат қателерді анықтау. Келесі біз электронды почтаның қызметі көрсетілген, яғни бірінші файлдық пошталық сервер және екінші файлдық пошталық сервердің хат алмасу механизмі. Яғни бұл SMTP дегеніміз хаттарды жіберу протоколы болса, POP3 дегеніміз, яғни хатты қабылдау протоколы болып табылады. Бұл жердегі коммерциялық ат дегеніміз, яғни бұл
собачка деп аталады Ресейде, Польшада яны мысық деп аталады, Түркияда яны раушан деп аталады. Яны бірінші ол John собачка yahoo.com дегеніміз бірінші бөлік, яны почта жәшік екенін көрсетеді, екінші ол пошталық сервер екенін көрсетеді. Іздеу жүйелері, яны индекстер, интернетті үнемі бақылай отырып, деректер базасын толтырып отыратын робот программалар көптеген сілтемелерді тауып береді. Минус жағы, яны кейбір сілтемелер тақырыпқа сәйкес келмейді, яны керектісін таңдап алу қиын. Каталогтар дегеніміз, яны тәжірибелі мамандардың өз қолмен толтырылатын деректер базасы. Яны плюс жағы ол сілтемелер каталог тақырыптарына сәйкес келеді. Минус жағы, яны сілтемелердің саны әлде қайда аз. Гибридтік жүйелер дегеніміз, яны белгілі бір орталықтандырылған ішкі жүйе болып табылады. Бақылау сұрақтары. Осымен дәрісіміз тамам. Назарларыңызға рахмет.